Тең-теңімен, тезек қабымен демекші. Атам қазақтан сөз қалған ба? Осы сөздің орнымен айтылғанына менің көзім жетті. Ағам дәулетті отбасының қызын жақсы көрді. Ол қыздың да ағама сезімі болды. Екеуі екі жақтың қарсылығына қарамастан үйленеміз деп шешім қабылдап қойған еді. Әсіресе қыздың отбасы үлде мен бүлдеге орап өсірген қызын біз сияқты ел қатарлы өмір сүріп жатқан отбасына келін қылып бергісі келмеді. Шешесі ағама да, анама да қызынан аулақ жүруін қанша рет ескертті. Тіпті анама ауыр сөздер айтқан кездері де болды. Ұлыңа қызымнан айырылма деп жабыстырып қойған шығарсың. Сендер біздің теңіміз емессіңдер. Менің қызым ең бай, ең мықты, ең білімді жігітке лайық. Ал сенің ұлың олардың қасында бір қайыршы. Деп айтқан сөздері әлі күнге құлағымнан кетпейді. Анам ұлына дәл сөзбе-сөз айтқанын жеткізбесе де, бүкіл отбасы қатты қарсылық танытып жатқанын, бізді менсінбегендерін қанша рет айтты. Ағам тыңдамады. Қыз да ата-анасының сөзін құлағына ілген жоқ. Тек ағама ғана тұрмысқа шығамын, басқа адамға шықпаймын деп айтқанынан қайтпай қойды. Содан не керек? Екі жақта балаларын қолдамаған соң, екеуі жасырын неке қиып бөлек тұра бастады. Мүмкін ол қыз ағамның сыртқы келбетіне қызыққан шығар. Ағам өте сымбатты, ұзын бойлы, спортпен тұрақты түрде айналысатын еді. Өте көп қыздың арманы болды десем артық айтқаным емес. Олар некесі қиылғанын ата-аналарына айтқанда, қыздың әке-шешесі енді сен сияқты қызымыз жоқ деп онымен араласудан бас тартты. Біздің үйде олардың жасырын отбасын құрғаны үшін ағама ренжіді. Бірақ бас тартып араласпастай болып кетпеді. Ақыры шешім қабылдаған екенсіңдер, бірге тұрыңдар. Өз күндеріңді өздерің көріңдер деп шығарып салды. Ағам енді ғана оқуын аяқтаған кез. Жұмысқа тұрса да айлығы байдың қызын асырайтындай емес еді. Ал қыз болса Алматының ең жақсы университетінде 3-ші курс бітірген кезі. Қыз ақылы оқитын. Күйеуге шыққанға дейін қаржылық мәселеге тап болып көрмеген ол, ата-анасы онымен араласпай қойған соң, біраз қиындыққа кезіге бастады. Оған өзінің шешесі де, менің анам да қазір жастықпен махаббат деп жүрсіңдер. Бірақ ертең нағыз отбасылық өмір басталғанда махаббатың басыңа дерт болмасын деп қаншама рет айтқан еді. Қыз ағамнан басқа ешкімнің керек емес екенін айтып, олардың ақшасынан да бас тартқан. Жазда екеуі екі жақтан жұмыс істейді. Бірақ қыздың оқу ақысының жартысын да жинай алмайды. Себебі жалдап тұратын пәтері бар, күнделікті күн көрісі мен қарапайым адамдар алатын жалақы ол қызға жетпейді. Содан не керек? Ағам үйдегілерден қарыз сұрайды. Қыздың оқу ақысын төлеп беруін өтінеді. Бірақ қарызға өзі жұмыс істеп, уақыт өте келе қайтаратынын жеткізеді. Амал жоқ. Баласы өтініп тұрған соң әкем кредит алып, әйелінің оқу ақысын төлеп береді. Қыз да әке-шешесіне қырсығып, олардан ақша сұрамайды. Бірақ мұның бәрі уақытша екен. Бұрынғыдай қалағанынша ішіп-жеп, ақшасына қарамай сауда жасайтын, зеріксе басқа елге барып демалып келетін оның бірден қарапайым деңгейге түсуі қиын болса керек. Арада жарты жыл өтпей, екеуінің арасында ұрыс-керіс жиіледі. Оны мен білетін едім. Мен студент болып жатақханада тұратынмын. Анда-санда ағам үйіне шақыратын. Сол кезде екеуінің ұрысына куә болатын едім. Қыздың отбасы да оның жоқшылықтан қиналып, қайта келетініне сенімді болған. Ағам болса, оның қалағанын істеймін деп қарыз үстіне қарызға батқан. Тұрған үйлерінде менсінбеген. Ол үнемі ұрыс шығаратын болған. Өлдім талдым деп ешкімді тыңдамай үйленгендерін қайтейін. Ақыр соңында ұрыстан көз ашпады. Қыздың махаббаты жарты жылға да жетпеді. Бір күні шешесіне хабарласқан. Шешесі оны машинамен келіп алып кеткен.
Ағама, көтере алмайтын шоқпарды беліңе байлама деп айттым саған, деп миығынан күліп кеткен екен. Содан не керек? Әкем де, ағам да кредитке батып қалды. Осы жағдайдан кейін ағам қатты күйзеліске түсті. Ауылға қайтып, біраз уақыт ешкіммен хабарласпай, ешқайда шықпай жатты. Әкем мен анам болса, оны осы жағдайдан шығарып алу үшін барын салды. Тапқан таянғандарын қызға деп алған кредитті жабуға жұмсады. Ата-анасының қиналып жүргенін көрген ол бір күн жұмыс істейтін болып қайта қалаға барды. Қалада ол қызды бірнеше рет жолықтырған да, өйткені ортақ достары бар еді. Қыз оған, әкеңнің менің оқуыма деп алған қарызын жап деп ақша берген. Бірақ ағам алмаған, намыстанса керек. Мен үнемі ағам бір жағдайға ұшырап қалмасын деп оның қасында болдым. Үнемі оған сенетінімді, бәрі жақсы болатынын айтып жүрдім. Жаратқанның әділетті екенін жиі есіне салатын едім. Себебі оған бір жағдай болса, ата-анам оны көтере алмайтын еді. Онсыз да бір байдың қызы үшін тағдырының талқаны шыққаны аз уайым болмады оларға. Жұрттың сөзі де бір жағынан өлтіріп бара жатыр дегендей. Байдың қызын алып, асырай алмаған соң кетіп қалыпты ғой, деп табалайтын дұшпандар да бар еді. Арада тағы бір жарты жыл өтіп, ағам енді өзіне келе бастаған кезде, қыздың кеткен кезде аяғы ауыр болғанын, бірақ ағама айтпай алдырып тастағанын естідік. Бұл хабарда ағама ауыр тиді. Мен олардың жағдайын жасай алмағандықтан, балам өмірге келмей жатып кетті, деді. Өмірге келмеген баласының алдында ар азабын шекті. Осылайша ағам бір жылдай қатты қиналды. Тым болмаса, енді ата-анамның сенімін ақтайын, оларды басқалардың алдында қара бет қылмайын, деп өзі қиын жағдайда жүрсе де, елдің сөзіне қалса да бас көтерді. Өзін жұмысқа арнады, қатты байып кетпесе де, барынша ақша тауып, кредиттерін жапты, мені оқытты, әкеме машина алып берді, шамасынша еңбектенді. Бір күні ол қыздың өзі сияқты бір бай отбасының баласына тұрмысқа шыққанын естідік. Отбасымызбен бақытты болсын дедік. Шын ниетімізбен айттық па, жоқ па, оны әркім өзі біледі. Бірақ мен бақытты болғанын қаламадым. Кезінде сенің ақшаң да, басқасы да керек емес. Маған сен болсаң болды, деп ағамның сеніміне кіріп, әке-шешесіне қарсы шығуға мәжбүрледі. Бірақ өзі сезіміне адал бола алмады. Ағамның да қатесі бар. Ол оның зардабын шекті де, содан кейін қыздарға сенбейтін болды. Өмір бойы ата-анасының алдында өзін кінәлі сезінді. Үнемі ой үстінде жүретін болды. Тұйықталып қалды. Қыз тұрмысқа шықса да ағам үйленбеді. Мүмкін сол қыз біреуге кетсе, отбасын құрар деп ойлаушы едік. Одан кейін де 3 жылдай жүріп, ақыры бір қызды ұнатты, отбасын құрды. Екеуінің тәп-тәтті егіз қызы болды. Бір күні байдың қызы тұрмысқа шыққанына 5 жыл өтсе де бала көтере алмапты. Сосын ажырасыпты деген әңгіме естідік. Шынымен де солай болған екен. Жаратқан оны және отбасын солай жазаласа керек. Ажырасқан соң көп уақыт өтпей ағамнан кешірім сұрады. Баласын алдырып тастағанына қатты өкінетінін айтып жылаған. Бірақ ағамның ол кезде әйелі, бала шағасы бар, оған бақыт тілеп жайына кеткен. Міне, менің өмірде көрген және сабақ алған үлкен оқиға жан бауырымның тағдыры болды. Қандай болса да, түбінде ағамның бақытты болғанына қуанамын. Сондықтан да адамдар деңгейлес адамдармен ара қатынас құруы керек екенін үнемі айтып жүремін. Мен қазір ол қыздың шын бақытын тауып балалы болғанын қалаймын. Ол да кезінде өткінші сезімін мәңгілік деп шатасып шалыспасты. Сәбиін алдырып қателесті. Қателіктерінің зардабын ағам да ол да көрді. Енді екеуінің де өз жолымен бақытты болуын қалаймын.